Құрметті білім алушылар, бүгін біз психиатрияда, жалпы медицинада өте жиі кездесетін, бірақ көп жағдайда жеткілікті бағаланбайтын тақырып астениялық синдромды қарастырамыз. Астения бұл жай шаршау емес, бұл ағзаның әсіресе жүйке жүйесінің патологиялық сарқылуы. Бұл синдром терапияда, неврологияда, психиатрияда, сондай-ақ эндокринологияда бірдей маңызды. Сондықтан болашақ дәрігерлер ретінде сіздер оны тануды, ажыратуды және дұрыс бағыттауды білуіңіз қажет. Бұл слайдта біз астениялық синдромның анықтамасына тоқталамыз. Астениялық синдром қалыпты немесе тіпті аз ғана жүктемеден кейін дамитын, демалыстан соң толық жойылмайтын патологиялық жағдай. Бұл синдром физикалық та, психикалық та әлсіздікпен сипатталады. Яғни адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді, күнделікті іс-әрекеттерді орындау қиындайды. Астения кезінде шаршағыштық эмоциялық лабилділікпен қатар жүреді. Науқас тез ашуланып, кейде жылауық болады. Сонымен қатар астениялық синдромда ұйқы бұзылыстары жиі байқалады. Ұйқы болғанымен ол қанағаттандырмайды. Адам таңертең сергек тұрмайды. Астениялық синдромның маңызды бір құрамдас бөлігі вегетативтік бұзылыстар. Оларға бас ауруы, жүрек қағуы, тершеңдік сияқты белгілер жатады. Осылайша астениялық синдром демалыспен жойылмайтын физикалық және психикалық әлсіздікпен, эмоциялық, ұйқы және вегетативтік бұзылыстармен сипатталатын патологиялық синдром болып табылады. Мұнда біз астениялық синдром кезінде маңызды анамнестикалық мәліметтерді қалай жинау керегін қарастырамыз. Ең алдымен анамнез негізгі екі бөліктен тұратынын ескеруіміз қажет. Науқастың субъективті шағымдары және объективті шағымдары. Субъективті шағымдарға науқастың өзі айтатын белгілер жатады. Олар тұрақты әлсіздік, тез шаршау, зейіннің төмендеуі, ұмытшақтық, ұйқының қанағаттандырылмауы. Сонымен қатар науқастар жиі бас ауруына және жүрек қағуына шағымданады. Маңыздысы, бұл шағымдар демалыстан кейін толық жойылмайды. Ал объективті шағымдар көбінесе науқастың өзінен емес, қоршаған адамдардан немесе дәрігер бақылауынан анықталады. Науқас бұрынғыдай белсенді емес, тез шаршайды, жұмыс немесе оқу өнімділігі айқын төмендейді. Кейде науқас бұл өзгерістерді өзі байқамауы мүмкін, бірақ оны жақындары нақты сезеді. Практикалық тұрғыдан астениялық синдромды дұрыс бағалау үшін субъективті де, объективті де мәліметтерді міндетті түрде бірдей жинауымыз қажет. Енді біз астениялық синдромның негізгі қауіп факторларын қарастырамыз. Қауіп факторларын білу астенияның дамуын алдын ала болжауға және алдын алу шараларын жоспарлауға мүмкіндік береді. Бірінші қауіп факторы созылмалы соматикалық аурулар. Мұнда жағдайда ағза ұзақ уақыт негізгі аурумен күресуге энергия жұмсайды. Нәтижесінде жалпы әлсіздік қалыптасады. Келесі маңызды фактор жиі инфекциялар. Инфекциялық аурулардан кейін ағза толық қалпына келмей, ұзаққа созылған әлсіздік сақталуы мүмкін. Үшінші фактор ұйқысыздық. Ұйқының жетіспеуі немесе ұйқы сапасының төмендеуі жүйке жүйесінің қалпына келуін бұзады. Сонымен қатар созылмалы стресс және шамадан тыс оқу немесе жұмыс жүктемесі астенияның дамуына тікелей әсер етеді. Ақырында түнгі кезекшілік ағзаның биологиялық ырғақтарын бұзып, астениялық синдром қаупін арттырады. Осы қауіп факторлардың бірнешеуі қатар кездессе, астениялық синдромның даму ықтималдылығы айтарлықтай жоғарылайды. Берілген материалда астениялық синдромның этиологиясына байланысты даму механизмдері көрсетілген. Астения әртүрлі себептерден дамуы мүмкін, алайда клиникалық практикада біз оны үш негізгі топқа бөлеміз: экзогенді, эндогенді және психогенді деп. Экзогенді механизм көбіне инфекциялармен, интоксикациялармен байланысты.
мұндай жағдайда ағза ұзақ уақыт аурумен күресуге энергия жұмсайды. Нәтижесінде энергетикалық ресурстар сарқылып, тұрақты әлсіздік пен шаршағыштық қалыптасады. Бұл әсіресе инфекциялық аурулардан кейін жиі байқалады. Ал эндогенді механизм депрессия және басқа аффективті бұзылыстар аясында дамиды. Мұнда астения психомоторлық тежелумен қатар жүреді, яғни науқаста күштің жоқтығы, әрекетке деген ынтаның төмендеуі және жалпы белсенділіктің бәсеңдеуі байқалады. Психогенді механизм созылмалы стресс жағдайында дамиды. Ұзақ уақыт бойы психоэмоционалды күйзеліске жүру вегетативтік жүйке жүйесінің дисбалансына әкеледі. Соның салдарынан астениялық симптомдар біртіндеп күшейеді. Нәтижесінде этиологиясы әртүрлі болғанмен, барлық жағдайда астениялық синдромның негізінде ағзаның, әсіресе жүйке жүйесінің функционалдық сарқылуы жатыр. Енді назар аударайық, астениялық синдромның дамуына әкелетін психикалық және соматикалық аурулар көрсетілген. Астения көбіне жеке дербес диагноз ретінде емес, басқа аурулардың клиникалық көрінісі ретінде дамиды. Алдымен психикалық ауруларға тоқталайық. МКБ-10, яғни аурудың халықаралық жіктеуі 10 бойынша неврастения F480 коды астениялық синдроммен тығыз байланысты. Сонымен қатар, астения депрессиялық бұзылыстар, үрейлі бұзылыстар және адаптациялық бұзылыстар кезінде жиі кездеседі. Бұл жағдайда астения психоэмоционалдық сарқылумен және жүйке жүйесінің функционалдық әлсіреуімен байланысты болады. Енді соматикалық ауруларға назар аударайық. Астения, анемия, гипотиреоз, қант диабеті, жүрек жетіспеушілігі және онкологиялық аурулар кезінде жиі байқалады. Бұл патологияларда ағза ұзақ уақыт негізгі аурумен күресуге энергия жұмсайды, соның нәтижесінде жалпы әлсіздік пен шаршағыштық қалыптасады. Демек, астениялық синдром психикалық та, соматикалық та аурулардың маңызды белгісі болып табылады және әрдайым негізгі себепті анықтауды талап етеді. Бұл жерде біз астениялық синдромның клиникалық симптомдарын қарастырамыз. Клиникалық көріністерді түсіну үшін оларды негізгі екі топқа бөлу ыңғайлы. Психопатологиялық симптомдар және соматовегетативті симптомдар деп. Алдымен психопатологиялық симптомдарға тоқталайық. Астения кезінде науқастарда психикалық шаршағыштық айқын байқалады. Яғни ойлау мен зейінді ұзақ уақыт сақтап тұру қиынға соғады. Сонымен қатар зейіннің тұрақсыздығы байқалып, науқас бір іске шоғырлана алмайды. Есте сақтау қабілетінің төмендеуі көбіне жаңа ақпаратты меңгерудің қиындығымен көрінеді. Тағы бір маңызды белгі эмоциялық лабилділік. Яғни науқас тез ашуланып, көңіл күйі жиі өзгеріп отырады. Енді соматовегетативті симптомдарға назар аударайық. Астенияда бас ауруы көбіне кернеу типінде болады. Яғни маңдай мен желке аймағындағы қысып тұрғандай сезімдер сипатталады. Сондай-ақ жүрек қағуы, тершеңдік және бас айналу сияқты белгілер жиі кездеседі. Бұл симптомдар вегетативтік жүйке жүйесінің теңгерімсіздігін көрсетеді. Осы тұрғыдан қарасақ, астениялық синдромда психикалық және вегетативтік белгілер қатар жүреді және оларды кешенді түрде бағалау өте маңызды. Қарастырылып отырған мәселеде астениялық синдромның клиникалық нұсқалары көрсетілген. Клиникалық тәжірибеде астения үш негізгі нұсқада кездеседі. Бірінші, гиперстениялық нұсқа. Бұл жағдайда тітіркенгіштік басым болады, науқас дыбысқа, жарыққа, ұсақ әсерлерге тез реакция береді және тез ашуланады. Екінші, тітіркенгіш әлсіздік. Мұнда ашу мен тез қажу қатар жүреді. Науқас алдымен ашуланып, одан кейін бірден әлсіздік пен шаршауды сезінеді. Ал үшіншісі, гипостениялық нұсқа. Бұл нұсқада толық әлсіздік, адинамия, күнделікті белсенділіктің айқын төмендеуі байқалады.
Осы нұсқалар астениялық синдромның динамикалық сатыланатын сипатын көрсетеді. Осы тақырып аясында біз астениялық синдромның диагностикасы және салыстырмалы диагностикасын қарастырамыз. Астенияны дұрыс анықтау үшін оны клиникалық ұқсас басқа синдромдардан міндетті түрде ажырату қажет. Ең алдымен астениялық синдромға тоқталайық. Астенияда негізгі белгі әлсіздік, ал көңіл-күйдің төмендеуі міндетті түрде болмауы мүмкін. Астенияның негізгі себебі жүйке жүйесінің сарқылуы. Енді депрессиямен салыстырайық. Депрессияда негізгі белгі психомоторлық тежелу және тұрақты төмен көңіл-күй. Бұл жағдайда әлсіздіктің себебі аффективті бұзылысқа байланысты болады. Ал үрейлі синдромнан айырмашылығына келсек, астенияда әлсіздік басым болса, үрейлі қорқыныш синдромда ішкі мазасыздық жетекші орын алады. Келесі, психоорганикалық синдромнан ажырату кезінде маңызды белгі астениядағы бұзылыстардың қайтымдылығы. Ал психоорганикалық синдромда когнитивтік дефицит, ақаулар тұрақты сипатта болады. Соңында амнестикалық синдроммен салыстырайық. Астенияда зейіннің бұзылысы басым, ал амнестикалық синдромда есте сақтаудың нақты бұзылыстары байқалады. Сондықтан салыстырмалы диагностика астениялық синдромды дұрыс бағалаудың маңызды кезеңі болып табылады. Енді бейінді маманға жолдау көрсеткішіне назар аударайық. Астения мультидисциплинарлық синдром болғандықтан науқасы дұрыс маманға уақытында бағыттау өте маңызды. Алдымен психиатр немесе психотерапевтке жолдау көрсеткіштеріне тоқталайық. Егер науқаста депрессияға күдік болса, немесе үрейлі қорқыныш симптомдар анықталса, сондай-ақ астения ұзақ уақыт бойы сақталса, психикалық бұзылыстарды жоққа шығару үшін психиатрдың немесе психотерапевттің консультациясы міндетті түрде қажет. Енді терапевт, эндокринолог немесе неврологқа жолдау көрсеткіштерін қарастырайық. Бұл мамандарға науқас соматикалық симптомдар байқалған жағдайда, неврологиялық белгілер анықталса, немесе эндокринологиялық бұзылыстарға күдік туған кезде міндетті түрде жіберілуі тиіс. Осылайша астениялық синдром кезінде бейінді маманға дұрыс бағыттау, тиімді диагностика мен емдеудің маңызды шарты болып табылады.